Ты что, махаббат? Мой сапагат? Жаным, ботақаным. Құлынсағым. Омартай. Ома, Кось. Ома, ойбай, ой, ұсқалды менің ұлыма. Сосын? Шашын? А қазір батырымыз осындай, уже большой, да? Алижан Сяға привет, деш. Оқырмандарымызға привет. Привет. Я переживаю, чтобы Аманисин подрос, а уже большой. Чего возмущается? Что ты возмущаешься, Жанна? Что ты возмущаешься? Что ты, а? Шоным. Чисто такой мамский совет от меня. Мен де негізі омадай кішкентай болғанда қатты қорқатын, ауыртып алмайын деп, потому что мы же часто выезжали. Семей, Астана, Алматы бармаған жеріміз жоқ. И мен оған өзіне витамин бермес үшін, вот у меня, өзім қабылдайтынмын. Мы диск істейміз. Самал қабылдайтынмын. Мен бұны 2 қабат кезінде ішетінмін. Және болсын. Олайсыздар, бүгін оказывается день семьи екен. Жандарым сол, мейрам құтты болсын. Ұдайы мен алдынан бері көп айтып жүретін, қазір тағы да бір айта кетейін. Егер баланы, отбасына, не болмаса басқа біреуге өнеге болу үшін, пример болу үшін сен өзіңді дұрыс жағынан көрсету керексің. Көп адамдар ішіп алып келіп, ішпе, бұл дұрыс емес деп ақыл айтып жатады. Шегіп алып тұрып, шекпе деп әңгіме айтып жатады. Не болмаса ұрлыққа барып тұрып, ұрлық түбі қорлық деп айтып жатады. Сол ақылдың бәрін соны жасамай дұрыс үйрету керек деп ойлаймын. Бұйыртса енді спортпен айналысып жүргенме, бүгін залда жүргенме ровно 5 ай болыпты, арасында енді застойлар болды. Бұйыртса баламен бірге айналысатын болам. Доп алып қойған болатын, арашан аяғым ауыр деген кезде үйге доп алып қойған. Алла қаласа сол доппен футбол ойнайтын боламыз, бірге залға келетін боламыз, боксқа, күреске, любой спортқа қатысатын болады. Енді стористар толықтай тыңдайсыздар деген ойдамын. Бұл жерде енді мен достарым бар, жігіттер деген өмірі ішіп көрмеген, шегіп көрмеген, даже кальянға да жоламаған деп. Ондай жігіттер саны өте аз, шектеулі. Және ондай жігіттерге красавчик, респект деп айтуға болады. Ал енді балалықпен, дұрыс ойланбай, қызығушылықпен, не болмаса ортасы бұзылып, сондай жолға түсіп кетіп жататындар бар. Енді оның бәрі жаман емес. Мысалы, жай ғана шылым шеккен өзі денсаулығына зиянды келтіреді, және де шекпей ақ қойған дұрыс деп ойлаймын. Бірақ сол жолға қалай келдің, тура сол жолдан тура солай обратно қайтуға да болады. Бәрін Алланың қалауымен және де өзінің күш-жігерімен қоюға болады. Қазір Алматыда негіз бүткіл қалада жастар өте көп, ондай 15-16 жасар балалар болсын, вейп, электронные сигареты дегенді шегіп жүретін. Мен ойлаймын, оның бәрі вообще дымға керек емес. Қор босқа соған уақытын жібергенше спортпен айналыс. Айын қарап тұрсан, өмірде негізі бәрі өз қолымызда, енді беретін алла, бірақ жасайтын өзіміз ғой. Ішімдікке салынып кету, спортпен айналысу, сабақ оқу, білімді болу, білімсіз болу, бәріне мектепте бірдей оқытып, бірдей білім беріп, бірдей тәрбиелегенмен, бірақ 20 адам 20 түрлі болып шығады да. Неге екен?